Тік бұрыштың дейді. Тік бұрыш деген 90 градус. 15-тен 1 бөлігін тауып, яғни 90-ды көбейтіңіз 15-тен 1-ге, сосын шыққан санды квадраттап, 1-ден 15 пен 90 қысқардық 6, 6-ны квадраттағанда өз-өзіне көбейтесіз, 36 шығады. Сол санның 55%-ын есептеңіз. 55 деген сөз 100-ден 55-ке көбейту, 55 пен 100 қысқарады 5-ке. 11, мынаны 5-ке бөлсек 20, 20 мен 36 2-ке қысқартайық, жеткілікті 10-ға бөлу оңай өткені. Мынаны 2-ге бөлсек 18, 18 11-ге өтеді. Санды 11-ге былай оңай көбейтуге болады, 2 таңбалы санды. 18-ін 1 мен 8-ін 2 жақ шетке жазып қоясыз, 2-ін қосып ортаға жазасыз. 198, соны 10-ға бөлсеңіз, әрине 19,8 шығады. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс? Бірінші 40-тың 20%, тең 20-ның 40%. Осы дұрыс. Өйткені санның 20%-ын табу үшін соны 100-ден 20-ға көбейтеміз. Яғни 40-ты 20-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Амында 20-ның 40%-ын 20-ны 40-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Көбейіштерін орналастырсақ көбейтін мәні өзгермейді. 20-ны 40-ға көбейтіне, 40-ты 20-ға көбейтіне, бәрібір нарда 2,0,2,0,8, нарда 2,0 мен 2,0,8 шығады. Осы дұрыс, демек қалғандары дұрыс емес.